Абу Хурайрадан имам Муслим риуаят еткен сахих хадисте Алла елшісі Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын былай деп айтқандығы келтіріледі. Рамазан айы кіргенде жәннат есіктері ашылып, тозақ есіктері жабылады және шайтандар кісенделеді деген. Құрметті бауырлар, Рамазанда жәннат есіктерінің ашылуы, тозақ есіктерінің жабылып, шайтандардың кісенделуі, бұның барлығы ақиқатында да болатын нәрсе. Оны жоққа шығаруға болмайды. Ал кімде-кім осы дүние тіршілігінде ізгі іс істеп, адалға жақын, арамнан алыс болса, бойын күнә істерден сақтаған болса, және осы істеген Рамазан айында да әдетке айналдырса, міне осындай құлдар үшін Алла тағала жәннат есіктерін ашып қоятындығы сөзсіз. Ал енді біреулерде мынандай бір сұрақ туындауы мүмкін. Рамазанда шайтандар кісенделетін болса, онда неге ораза кезінде күнә іс істеледі деуі мүмкін. Бұның жауабы, құрметті бауырлар, бір адамның күнә іс істеуі оған тек шайтан себеп болуы шарт емес. Рамазан кезінде күнә іс істеген адам, ол өзінің нәпсіне ие бола алмаған адам, нәпсінің қалауына жетегіне ерген адам. Ол Рамазанға дейін қалай күнә іс істеген болса, соны әдетке айналдырып, Рамазан кезінде де жалғастыра беретін адам болып табылады.